Белгілі ақын әрі журналист Нағашыбай Қалыбек 80-ді алқымдаса да ел алдында ерсі әрекетке барған абыз актер Асанәлі Әшімовті сынап тастады. Ақынның айтуынша, отандық бағдарламалардың бірінде қонаққа келген Әшімов, ақынның Құдайды танымау Асанәлі көкеме лайықты іспеді атты мақаласы Елена KZ сайтында жарияланды. Ашынғасын айтамын да, Евразия телеарнасында кешкі кездесу жүріп жатыр. Атақты халық артисі Асанәлі Әшімов 80 жаста. Атақ абыройы бір басына жететін абызымыз құрмет биігінде шалқып отыр. Өмірдің түрлі соқпағынан өтіп мүжілмеген, қызығы мен шыжығына еңсесін түсірмеген тұлғаға бәрі жараспақ тұр. Еркін сөйлейді, қиядан шалады, ойнақы сөзбен тұла бойыңды тербейді. Тек көз құрғыр жасаурай бергені болмаса, еңсесін тігістауға тырысады. Жалындаған жастықтың ауылынан алыстағанымен шалт қимылы шабан тартқан көңілін қамшылап қояды. Құрық түспей құтырған көк дөнендей жастығы көз алдынан өтіп жатыр ма, кім білсін. Көңілі қанша қарттыққа мойын сұнбағанымен беделі қырасқан актердің бет пішінінен уақыттың өрмекшісі салған әжімторлар мен мұндалайды. Жақсы қартаюдың өзі екінің біріне бұйырмаған бақ қой шіркін деп бастады әңгімесін ақын. Оның айтуынша, қос перзентін қара жерге тапсырған актердің шыдамдылығына қайран қалуға болады. Алайда қаншама әріптестері шықпаған шыңға шығып, олар көрмеген қызықты көріп отырған абыз актер кішіге үлгі бола білуі керек деп санайды ол. Олардың көрмеген қызығын, аспаған асуын, шықпаған шыңын бағындырып, Тәңір берген талантымен дарабоз атанған ақсақалдың енді қалған ғұмырында өткенге салауат айтып, бергенге шүкірлік етіп, Алланы ұлықтап жүруі өзіне ғана емес, өскелең ұрпақ үшін де мәртебе, зор үлгі өнеге емес пе? Алайда ел еркесі Асекең бұл үдеден шыға алмады. Оның ақсақалдыққа мүлде жат ерсі әрекеті Асекеңді бір тұтатын талайларды жерге қаратты. Өкінішті әрине, дейді автор. Бұдан кейін ақын Әшімовтың эфир барысында журналистпен қосылып коньяк ішкенін, тіпті 60 жыл бойы арақ ішіп келемін деп араққа жарнама жасағанын айтып сынайды. Алабұртқан журналистке мына коньягың Асанәлі емес пе деп бір күлдіріп алды. Өз атының арақ-шараппен байланысы барына қуанғаныма, мақтанғаныма бұл. Ол ма? Жедел сұрақтарға жауап беру барысында Құдайға сенесіз бе деген журналист сауалына бір күш бар, ол анық, бірақ ана дүниеге барған ешкім жоқ қой. Меніңше жұмақ деген осы өмір, тозақ тіршілікте көрген қиындығың. Сондықтан Құдайға деген көзқарасым нақты емес, деп айды аспанға шығарды атақты актер. Тізе берсек тырнағасынан кіріз дегендей боламыз ау. Ата сақалы аузына түскен қарияның қабір азабы туралы түк сезбеуі, оны бұрмалап келе-келеуі исі мұсылман қазаққа жат қылық. Кеудемнен жанымды алсаң да жүрегімнен иманымды алма деген даналардың тұяғы жазық жерде шалыспасатындай не көрінді. Атеистік көзқарастың сүйекке мұншалықты сіңетінін кім білген? Дүниенің жалған екенін бір кісі білсе, осы кісі білу керек еді. Әттең. Баяғының оқымаған шалдары баратын жері туралы бөсек сөйлемейді, дайындығын жасап отыратын еді. Арақты татып алмау жет. Өлім жайлы жиі әңгімелеп жастарға ұлағатты ісімен үлгі еді. Сонысымен де қадірледі, ал қайран Асанәлі көкем. Бүгінгінің шалдары бір түрлі болып барады, Аллаға сенбейді, көпіріп сөйлейді, көз алдынан басқа еш нәрсені көрмейді. Әттең, бір кем дүние, деп түйіндеді сөзін Нағашыбек Қалыбек.